Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 1-ші тоқсандағы тжб-ның 2-ші нұсқа есептерін қарастыратын боламыз. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал біз бастайық. тжб-ның 2-ші нұсқасында алдарыңызда көріп отырғандай 8 тапсырма берілген және олардың барлықтары 20 балға бағаланған. Бірінші есептен бастайық. Пропорциясы берілген болса, x көбейту y мәнін табыңыз дейді. Осы берілген пропорцияны бөлу түрінде жазып алайық. Яғни 12 бөлу x ол тең y бөлу 5. Ортаңғы мүше мен ортаңғы мүшені, шеткі мүше мен шеткі мүшені көбейтетін болсақ, x көбейту y ол тең 12 көбейту 5 болады. 12-ні 5-ке көбейтсек, x көбейту y-тің мәні 60-қа тең болады екен. Келесі екінші есеп, екі қаланың арасындағы арақашықтығы 200 км, ал картада 4 см. Картаның масштабын табыңыз дейді. Масштаб есімізге түсірейік. Масштаб табу үшін картадағы өлшемді жердегі өлшемге бөлеміз. Картадағы өлшем біздің есепте 4 см-ге тең, ал жердегі өлшеміміз ол 200 км. Өлшем бірліктері әртүрлі, сондықтан бірдей өлшемге келтіреміз. Ол үшін алымындағы 4 см-ді жазып қоямыз, ал бөлімінде 200 км-ді сантиметрге айналдырамыз. 1 км-де 100 000 сантиметр бар екені белгілі болса, 200-дің соңына тағыда нөлдерді 5 нөлді тіркейміз. 1, 2, 3, 4, 5 сантиметр болады. Сантиметр мен сантиметрді қысқартып тастауға болады. 4 пен 20-ны да қысқартамыз. 4-тің орнында 1, 20-ның орнында 5 қалады. Сонда шыққан бөлшегіміз алымында 1, бөлімінде 5 миллион болады екен. Енді есептің мәнін масштаб түрінде жазатын болсақ, масштаб тең 1-дің 5 миллионға қатынасы болады екен. Келесі үшінші есеп, -8,1 саны мен -4,5 санының арасында жатқан барлық бүтін сандарды жазыңыз дейді. Бұл сандарды жазу үшін бірінші координаталық түзуді салып алайық. Координаталық түзуде осы сандарды орналастырамыз. Мына жерде 0 бар деп белгілейтін болсақ, -4,5, осы 0-дің сол жағында жатыр, -4,5 деп жазып аламыз. Және -8,1, ол да сол жақта орналасқан, -8,1 деп жазайық. -4,5-тің сол жағында -5 орналасқан, оның сол жағында -6, одан кейін -7, одан кейін -8 болады. Сонда есептің жауабын жазатын болсақ, бүтін сандар ол -5, -6, -7 және -8 болады екен. Келесі суреттердің қайсысы координаталық түзуге жатпайды дейді. Координаталық түзу, мысал үшін 4-ші суретті алатын болсақ, мына сияқты координаталық басы болу керек, 0 деп белгіленген, және ол белгілі бір бөліктерге бөліну керек теңдей, және координатаның міндетті түрде бағыты болу керек. Дәл сол сияқты екінші суретте ол координаталық түзуге жатады, өйткені координатаның басы бар және координатаның бағыты бар. Ал мына бірінші суретке келетін болсақ, ол бізде координаталық түзуге жатпайды. Себебі координаталық түзудің бағыты жоқ, және мынау тек О нүктесі белгіленген, координатаның басы емес. Координатаның басы болса, мына сияқты төмен жағында 0 деп жазылады. Дәл сол сияқты үшінші суретте координаталық түзуге жатпайды, себебі оның бағыты оңнан солға қарай көрсетілген, ал координаталық түзуде бағыты солдан оңға қарай болады. Және 5-ші сурет, ол да координаталық түзуге жатпайды, себебі координаталық түзу тігінен емес, көлденеңінен жазылады. Келесі 5-ші есеп, А және Б нүктелерінің координаттарын жазыңыз, АБ кесіндісінің ұзындығын табыңыз дейді. Мынау координата басы 0, оның сол жағында теріс сандар болады, яғни -1, -2, ал оң жағында оң сандар болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 тағы сол сияқты. А нүктесінің координатасын жазсақ, ол -2-ге тең, Б нүктесінің координатасы 7-ге тең. Енді АБ кесіндісінің ұзындығын табу үшін біз осы екі координаталарды бір-бірінен азайтамыз. Олай болса, 7-ден азайтамыз -2-ні, жақшаның сыртындағы минус пен жақшаның ішіндегі -2 плюс болып кетеді. Олай болса, 7 қосу 2, сонда АБ кесіндісінің ұзындығы 9-ға тең болады екен. Келесі 6-ші есеп, бір елді мекенде 1500 адам тұрады, олардың 60% мектепті бітірген,
ал қалғанның 25% әлі мектепке бармаған. Қанша адам мектепте оқиды дейді. Олай болса пропорция құрастырамыз. Бірінші 1500 адамды 100% деп аламыз. Енді оның бізге 60%-ін табу керек. Мектепті бітірген адамдарды проценттің астына процентті жазамыз. Және ол бізде белгісіз болғандықтан x деп белгілеп қоямыз. Осы жерден x-ті табатын болсақ, 1500-ді көбейтеміз 60-қа, бөлеміз 100-ге. 1500 бен 100-дің нөлдерін қысқартып тастауға болады. Енді 15-ті 60-қа көбейтеміз. Жауабы 900 шығады. Енді бізге қалғанының 25% әлі мектепке бармаған дейді. Қалғанын тауып алуымыз керек, яғни 1500-ден 900-ді азайтамыз. Сонда қалғаны 600 адам. Осы 600 адамның 25%-ін табуымыз керек. 600 адамды 100% деп аламыз, ол үшін пропорция құрастырамыз. Енді 25%-ті проценттің астына жазамыз. Ол бізде әлі мектепке бармағандар, және оны y деп белгілейміз. Y-ті табатын болсақ, 600-ді 25-ке көбейтіп, 100-ге бөлуіміз керек. 100 бен 25-ті қысқартуға болады, екеуі де 25-ке бөлінеді, 25-тің орнында 1, 100-дің орнында 4 қалады. Енді 600 бен 4-ті де қысқартып тастауға болады, екеуі де 4-ке бөлінеді, 4-тің орнында 1, 600-дің орнында 150 қалады. Сонда Y 150-ге тең болады екен. Яғни әлі мектепке бармаған адамдар 150 адам. Енді мектепте оқитындардың санын табу үшін 600-ден 150-ді азайтамыз. Сонда есебіміздің жауабы 450 адам болып табылады екен. Келесі 7-ші есеп, шеңбердің диаметрі 10 жазып алайық. Диаметр 10-ға тең, және пидің мәні берілген, пи ол 3-ке тең. Диаметр арқылы біз радиус табуымызға болады. Ол радиус дегеніміз диаметрді 2-ке бөлгенге тең, яғни 10-ды 2-ке бөлеміз. Ол 5 болады. Енді А нұсқасында шеңбердің ұзындығын табыңдар деген. Шеңбердің ұзындығы с тең 2πr мен табылады. Мәндерін орнына қоятын болсақ, 2 көбейту пидің мәні 3-ке тең, радиустың мәні 5-ке тең. Көбейтсек, шеңбердің ұзындығы 30-ға тең. Енді Б нұсқасында бізде дөңгелектің ауданын табыңыз деген. S ол тең πr квадрат формуласымен табылады. Мәндері белгілі, орнына қояйық. Пи 3-ке тең, радиус 5-ке тең, яғни 5-тің квадраты. 3 көбейту 25, сонда дөңгелектің ауданы 75-ке тең болады екен. 8-ші өрнектің мәнін табыңыз дейді. Өрнекті көшіріп жазбай-ақ, осы жерден жалғастыра берейін. Және бұл өрнекте бізде жай бөлшектер бар, және ондық бөлшектер бар. Есептеуге оңай болу үшін мынау жай бөлшектерді ондық бөлшекке айналдырып алайық. 2-ден 1 дегеніміз ол 0,5, яғни минус 0,5 қосу. 5-тен 1 дегеніміз ол 0,2 қосу. Мына жақшаның сыртында қосу таңбасы тұр, яғни жақшаның ішіндегі өрнектер таңбасы өзгермейді. 2,7, азайту 2,8 деп жақшасыз көбейтіп жазып аламыз. Азайту 1,5 тең. Енді оң сандарды өзара қосып алайық. 0,2-ге 2,7-ні қосатын болсақ, 2,9 азайту. Енді теріс сандарды есептейміз. Минус 0,5, минус 2,8 және минус 1,5 есептейтін болсақ, минус 4,35 шығады. 2,9-дан 4,35-ті азайтсақ, минус 1,45 шығады екен. Осымен балалар, бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болатын болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны бассаңыздар, жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.